негізі осы сіз сияқты кәсіпкерлер өте көп, осындай қияр егетін шұбарсуда, бадамда, қараспанда деген сияқты ше. Ал соңғы кездері сізді газеттен, телевидениялардан көріп тұрамыз да. Ал осы сіздің осылай бір кішігірім жерге еккеніңізге қарамастан, аз ғана бір не болғанымен, осы әлеуметтік желіде белсенділігіңіздің арқасында осылай сізді, иә, былайша айтқанда енді ауданда танымалсыз сіз. Солай ойлайсыз ба, әлде бір қыруар ақша тапқаннан немесе бір гектар жерім бар деген сияқты мәселелер айтып аласыз ба? Енді ондай бір танымал болып бір жұлдызбын деп ешқашан ойлаған емеспін. Ондай маған ешқандай әсер етпейді ол жақта. Жалпы енді анау журналист қауымдар енді